Баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті менің YouTube көрермендерім. Сіздердің назарларыңызға ұлттық тестілеу орталығы ұсынған дүниежүзі тарихы бойынша 100 датаның екінші бөлімін ұсынатын боламын. Сонымен кеттік. 31-ші дата бізде бұл 1640 жыл ағылшын буржуазиялық революциясының басталған жылы. Бұл енді буржуазиялық революцияның басталуына себеп болған, сонымен мына стюарттар әулетінен шыққан бірінші Карлдың парламентпен ақылдаспай билікті жеке дара жүргізуі болатын. Ол осыған дейін парламентті 1629-да таратып жіберіп, 1640 жылы сонымен қайтадан шақыруға мәжбүр болды амал жоқтықтан. Неге шақырды? Себебі Шотландиямен арадағы соғысты бірінші Карл парламентпен ақылдаспай тұрып бастады, және бұл парламентпен негізі кез келген король шындығында соғысты жариялау үшін парламентпен ақылдасуы керек, және соғыс басталған күннің өзінде сонымен салық салу үшін ол деген міндетті түрде парламентпен ақылдасып барып халыққа салық салу керек болатын. Сөйтіп 1640 жыл осылайша алғашында қысқа парламент, кейін ұзақ парламент шақырылды. Келесі 32-ші дата 1649 жыл Англияда республика болып сонымен жарияланды. Яғни Англия республика болып жарияланды, және оның алдында болған бізде оқиға 1645 жылы бірінші Карл өзінің парламентімен соғысып, парламенттің ол уақыттағы әскер басшысы, қолбасшысы болған Оливер Кромвель, сонымен бірінші Карл жеңіліп, қысқасы кейін 1649-да Англия республика болып жарияланады. Дәл сол жылы ағылшынның сонымен стюарттар әулетінен шыққан королі бірінші Карлдың да басы шабылған болатын. Келесі 33-ші дата ол 1682-1725 жылдар Ресейде бірінші Петрдің патшалық еткен уақыты болған. Романов әулетінен шыққан, сонымен Ресейді Балтық теңізінен шығару үшін, немесе Ресейде империя жасау үшін, қысқасы барлық қолдан келгенін жасаған болатын. Енді орыстың бағына біздің сорымызға туған ғой енді бұл кісі. Келесі 34-ші дата бұл 1700-1721 жылдар. Бұл Ресей мен Швеция арасындағы Балтық теңізі үшін тарихта солтүстік соғыс деп аталатын соғыс. Нәтижесі Ресей Швецияны толық жеңеді, сонымен Швеция толық капитуляция жасайды, және Балтық теңізі толық сонымен ресейлердің, Ресей империясының кемесі жүзетін анық орынға айналады. Оның алдында Ресей бірінші Петр сонымен 1703 жылы Швециядан тартып алған жерге алғашқы өзінің сол жаулап алған жерге салған алғашқы қалалардың бірі болып табылатын Санкт-Петербург қаласының іргесі қаланып, осылайша кейін бұл 1719-дан бастап Астана болады. Осылай. Келесі 35-ші дата 1756-1763 жылдар 7 жылдық соғыс деп аталады. Бұл тырнақшаның ішіне алып қояйық. 7 жылдық соғыс. Бұл Англия мен Францияның арасындағы отарлар үшін талас. Англия мен Францияның отарлары тек қана солтүстік Америкада ғана емес, сонымен Африканың жағалауында және Үндістан үшін талас қой. Осы соғыста Англия жеңіп, сонымен жеке дара үлкен жер шарының көп бөлігін отарлайды. 36-шы дата бізде 1157 жылы император Цэнлун, Цин империясынан шыққан император, яғни шыққан тегі маньчжурлық император Цэнлун еуропалықтардың Қытайға келуіне тыйым салады. Ол өзінің мемлекеттің ішіндегі ішкі тәртіпті сақтау үшін, сөйтіп қысқасы жау ескі саясатын енгізеді осылайша. Бұл Цэнлун деген енді бұл Қазақстан тарихында да бар негізі, Абылай ханмен арадағы байланыс жасап, сонымен елшілік қарым-қатынастар алмасқан кезең сипатталады. Келесі 37-ші дата 1776 жыл ақш-тың құрылуын жариялаған тәуелсіздік декларациясы қабылданады. Оның авторы бұл Томас Джефферсон, ақш-тың 3-ші президенті. 1776 жылдың 4-ші шілдесінде қабылданған тарихтағы ең маңызды құжаттардың бірі болып есептеледі. Келесі 38-ші дата 1787 жыл ақш конституциясының қабылданған уақыты. Енді ақш-тың конституциясы сонымен федералдық принциптерге негізделген. ақш-тың осы бойынша конституция бойынша бізде тесттерде келіп жүрген, сонымен билік тармағы 3 бөлікке бөлінеді сонымен. Оларда заң шығарумен айналысатын, заң шығарушы оларда конгресс. Сосын енді атқарушы биліктің өкілі ол бізде президент деп жазамыз. Және сот қызмет атқаратын бұл жоғарғы сот. Ешқандай қиындығы жоқ. Тек оларда заң шығару жүйесі, заң шығарушы орган конгресс деп аталатындығына назар аударуымыз керекпіз. Келесі 39-шы сұрақ 1789 жыл, яғни Франциядағы 16-шы Людовиктің саясатына қарсы шыққан адамдардың барлығын қамайтын корольдің, сонымен кейбір деректерді қару-жарақ сақтайтын Бастилия қамалын
революцияға шыққан адамдар жаулап алады бастилияның ішіндегі тұтқындардың бәрін босатады, толық қаруланады революция өкілдері. Сөйтіп француз революциясы басталып кетеді. Бастилияның алынған уақыты ол сонымен 14 шілде. 40 даты 1789 жыл Францияда адам және азамат құқықтары декларациясы қабылданған. Тарихтағы ең бір маңызды құжаттардың бірі деп айтса болады. Жалпы мына азамат деген ұғымның өзінің енгізілуінің тікелей қатысы бар осы жылға. Гражданин немесе да. Сонымен 41 дата 1804 жыл Францияда Наполеон Бонапарттың император атағын қабылдауы. Бірінші империяның құрылуы. Сонымен бүкіл Францияның кезіндегі философтарының барлығы үміт еткендей, енді Наполеон келіп сонымен бір революцияны жаңа бір деңгейге көтереді деген армандардың барлығы құрдымға кетеді. Сөйтіп 1804 жылы Наполеон өзін император деп жариялайды. Былайша айтқан кезде 1789 жылы революцияның жеңісінің барлығы құрдымға кетеді. Наполеон өз қолымен революцияны тұншықтырып тастаған. Келесі 42 дата бізде 1812 жылы Ресейдің Наполеон әскерлеріне қарсы отан соғысы, енді Ресей үшін отан соғысы. Бізде ол уақытта енді Ресей империясының құрамында болғаннан кейін енді осылай деп жазылып жүрді бұрынғы Қазақстан тарихы кітаптарында. Осы соңғы 2 жылдың шамасында ғана алып тастаған болатын. Енді бұл Наполеон енді санаулы қолбасшылардың бірі, ол Мәскеуге басып кірген, алайда Мәскеуде көп тұрақтай алмай бұлар деген сонымен шегінуге мәжбүр болады. Келесі 43 дата 1813 жыл Лейпциг қаласының түбіндегі халықтар шайқасы деп аталатын үлкен қырғын шайқас болады. Бұл соғыста сонымен Наполеонның енді армиясының біздер үлкен тығырыққа тірелгендігін көреміз. Ақыры сонымен 44 дата 1814-15 жылдары Наполеон деген осы соғыста Лейпциг түбіндегі шайқаста жеңіледі. Одан кейін мына 1815 жыл болатын бізде Ватерлоо деген шайқаста жеңілгеннен кейін сонымен Наполеонның армиясын жеңуші 4 империя, Пруссия, Ресей, Англия және Австрия Вена конгресін шақырып, қысқасы Наполеон империясын бөлшектейді. Францияның территориясы 1799 жылға аумаққа қайтадан қайтып келеді. Келесі ары қарай 45 дата бізде 1823 жыл ақш-та сонымен президент Джеймс Монроның қабылдаған Монро доктринасының жарияланған уақыты. Бұның негізгі ұраны америкалықтар үшін Еуропа мемлекеттерін, сонымен солтүстік және оңтүстік Американың ішкі сыртқы саясатына араласуды, доғаруды талап еткен үлкен маңызды құжат болып есептеледі. Келесі 46 дата бұл 1839-1870 жылдар. Енді бұл жерде 70 жылдардың негізінен нақтырақ негізі айтатын болсақ, бұл 1876-ға дейін созылған негізінен Осман империясындағы Танзимат реформасы. Енді осы жерде кітап енді мына 100 дата өз-өзіне қарсы шыққан. Енді біздер енді балаларға осылай жаттатамыз, алайда айтамыз 1839-дан 53-ге дейін созылады. Бұл бірінші кезеңі, сосын 53-56-та сол үзіліп қалуға мәжбүр болған, себебі Қырым соғысы болған Ресей мен Түркияның арасында. Кейін 1856-тан 76-ға дейін жалғасады. 76 жылы Абдулхамидтің таққа отыруымен аяқталады деп есептеледі негізінде. Келесі 47 дата 1850-1864 жылдары Қытайдағы тайпеңдер көтерілісі. Бұл негізі ескі базадан келе жатырған негізі дата, бұл шындығында негізі қазіргі жаңа заманның кітабының өзінің ішінде айтылмайды. Бұл туралы мәлімет мүлдем жоқ. Бұл 16 жыл оқулықтан қалып қойған әлгіге келе жатырған, неге қайта беріп жататындығы негізі түсініксіз. Жалпы бұл тайпеңдер дейтін кімдер дейтін болсаңыз, бұл Қытайды сонымен бүкіл мынау шеттен келген мына отаршылдардың барлығынан азат етуге арналған үлкен көтеріліс болған. Хун Суйцуань деген бұл кісі басқарған аспан ақыл парасаты деген ұйым, қысқасы үлкен бір сондай қозғалыс. Келесі 48 дата бұл 1853-1856 жылдар Қырым соғысы. Ресей мен Осман империясының арасындағы атайып тұрғандай Қырым түбегі үшін және мына жерде сонымен орналасқан портты қалалар Севастополь бар. Жалпы Қара теңіздің жағалауы ол стратегиялық маңызды орын болып есептеледі. Себебі Түркияның қол астында болған, Ресей оның алдынан Балтық теңізін тартып алған. Ал енді ол Жерорта теңізіне шығып, ары қарай Атлантикаға шыққысы келсе, оған Қара теңіз өте қатты қажет болған. Қысқасы, осы екі мемлекеттің арасында соғыс болды. Нәтижесінде 1854-тен бастап Англия мен Франция Осман империясына көмектесіп, Ресей бұл соғыста жеңіледі. Келесі 49 дата ол 1854 жыл бірінші Жапон-Американ келісім шартына қол қойылған уақыт. Бұл 8-ші, яғни жаңа заманның оқылығында беріледі. 1854 жыл 15 наурыз Канагава келісімі деп аталады. Бұл енді Жапонияны күштеп ашқан ақш-тың командоры Мэтью Перри деген кісі айтылатын еді. Келесі 50-ші соңғы дата бізде 1861 жыл Италияның корольдығының құрылған уақыты. Бәріңізге белгілі.
Жузеппе Гарибальди, екінші Виктор Эммануил деген сонымен корольдер, және Жузеппе Мадзини бар деген сияқты. Осылардың барлығы итальян корольдығын 1861 жылы біріктіреді. Енді Италия деген сонымен 1861-ге дейін бытыраңқы мемлекет болып келген, оның территориясында ірі мысалы қала мемлекеттері болды. Соның ішіндегі ең ірісі болған бұл қайта өрлеу дәуіріне үлкен үлес қосқан Флоренция секілді мемлекет болса, немесе крес жорықтары кезінде кресшілер тасумен аты шыққан Венеция, Генуя секілді қалалар бар екендігін айтып кеткен жөн болады. Сонымен барша даталарды біздер қарастырып аяқтадық. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.